Непалда не болып жатыр? Тура 2 апта бұрын Непал билігі тіркеуден уақытылы өтпеді деп Instagram, WhatsApp пен YouTube-ты қосқанда 26 әлеуметтік желіні бұғаттап тастады. Жастар мұны интернетпен қатар еркіндікті де шектеу деп түсінді. Халық наразы болып, жағдай шиеленіскен тұста үкімет ойынан айныған. Әлеуметтік желілерді бұғаттан шығарды. Алайда акция антикоррупциялық протестке айналып кеткен еді. Катманду көшелеріне жастар ZBU-ның революциясы деген лозунгмен шықты. Шерудің арты бұзақылыққа ұласып, 30-дан астам адам қаза тауып, мыңдаған адам жараланған. Премьер-министр отставкаға кетті. Көтерілісшілер парламент пен сот ғимаратын өртеп, шенеуніктердің үйіне шабуылдаған. Жастар қазіргі Катманду әкімі ZBU-ның арасында танымал рэпер Балендра Шахтың премьер-министр болғанын қалайды. Бұдан бөлек кейінгі апталарда Nepo Kids деген хэштегпен әлеуметтік желілерде Непал шенеуніктері балаларының ауқатты өмір сүріп жүрген видеолар тарады. Кедейлік пен жұмыссыздықтан шаршаған халықтың көшеге шығуына бұл да түрткі болған. Непалдағы көтеріліс әлі жалғасып жатыр. Үкімет басына кім келетіні белгісіз. Министрлер мен шенді тұлғалар жасырынып қалған. Көтерілісшілер биліктен ашықтық пен нақты реформалар талап етіп отыр. Сарапшылар үкімет халыққа қайырылмайтын болса, жағдай бұдан да қатты ушығуы мүмкін дейді.